жаман, жылағаның көз жаман дейді. Бұл қайталанбасын дейді. Неге қайталанбайды? Міне біздің сөзімді бөлмеңіз. Бетке айтқан журналистердің бәрі, батырларымыздың бәрі, Думан Мұхаммедкәрім, Айгерім, Марат Жыланбаев, бүткіл бетке айтқан батырларымыз түрмеде шіріп жатыр. Өткен күнде айтамыз, өлі риза болмай, тірі баймайды дейді. Дұрыс, еске алу керек, Құран оқытылу керек. Неге мына жатқан азаттық келді, керемет болды дейді. Қаяқтың азаттығы? Қаяқтың азаттығы? Тоқта, сөзімді бөлме, тоқта. Жылап еңіреп жатыр, халық деген қайыршы. Осындай байлықтың үстінде отырып, қазір келе жатқан желтоқсан, Жаңаөзен, кеше қаңтар, қаншаны қырып тастады, Тоқаев деп, неге жағымпазданасыңдар? Қашан біздікі демократия болады? Жетер, тоқтатыңдар жағымпаздануды. Тоқтатыңдар өтірік сөйлегенді. Осындай байлықтың үстінде отырып, қазақ қайыршы, түгел үйсіз күйсіз, көзімізбен көріп атымыз. Неге келіп ап мұнда жылтыр сөйлейсіңдер? Бізге айып тақпаңыз. Сізге шатағым жоқ. Халқыма айтып тұрын, халқыма. Міне, өлгелі жатыр жастарымыз, өлгелі жатыр. Неге түрмеде отыру керек бетке айтқан адам? Кемшілікті айтып атыр ғой. Сол, артық айтсам кешіріңіздер. Академик оны. Мейлі академик болсын, Құдай болсын.